Ақтөбе облысында құны жарты миллион теңге тұратын тастар шашылып жатыр. Қарабазарда бұл тастардың құнының ұшып тұруының себебі олар ғарыштан келген. Иә, кәдімгі көктен түскен. Бұл ешқандай да мистика емес. Катаев атындағы оқушылар сарайының тәрбиеленушілері ол тастарды өз көздерімен көріп, қолдарымен ұстап алып келген. Сәлем достар, сіздермен бірге Білім Лайф. Бүгін біз Катаев атындағы оқушылар сарайы тәрбиеленушілерінің арнайы Ақтөбе облысы Ырғыз ауданы Жаманшың кратеріне жасаған экспедициясы туралы айтамыз. Экспедиция 7-12 қыркүйек күндері болған. Жас астрономдар клубы Антарестің жетекшісі Гүлнар Баубекова және тәрбиеленушілер Әмір Қаратай мен Алексей Беличенко арнайы ауданға барып, сол жерде түнеген. Балалар, жас астрономдар шатыр тігіп далада ұйықтаған көрінеді. Және халықаралық деңгейге жеткен бұл экспедицияда олармен бірге отандық және шетелдік, оның ішінде ресейлік геолог ғалымдар болған. Елена Сергеевна, доцент Санкт-Петербургского государственного университета. Светлана Юрьевна, я из Санкт-Петербургского университета, работаю в научном парке, в ресурсном центре микроскопии и микроанализа. Я федеральный университет, профессор физико-технологического института. Зерттеушілердің пікірінше Жаманшың кратерінің жасы 1 миллион жыл. Жалпы бұл жерге сонау жылдары оңтүстік шығыстан солтүстік батысқа қарай жерге көлбеу түскен метеориттің салдарынан пайда болған деген деректер бар. Ойпаттың диаметрі 5-6 шақырым, тереңдігі 700 метрдей, ал метеориттің диаметрі 200-400 метр деген болжамдар жетерлік. Жалпы Жаманшың атауы қайдан шықты? Ол туралы аңыздар өте көп. Бұл жерге жәндік те жоламайды, өсімдік те өспейді. Сондықтан жұрт оны Жаманшың деп атап кеткен екен. Сонау жаугершілік заманда қуғын-сүргінге ұшыраған адамдар сол жерге қашып паналаған көрінеді. Бейне бір бункер секілді оны қуғыншылар таба алмапты. 1960 жылы дәл осы кратерде әскери бөлімше орналасқан. Ол жерде оқ-дәрілер, қоймалар сақталып, тіпті әскери ұшақта қонған деген деректер бар. Жалпы ТМД елдерінің ішінде Ақтөбе облысында ғана осындай тектиттер, тастар табылған көрінеді. Бұл тектиттерді ежелде адамдар әртүрлі бұйымдар жасауға арнаған және соған жұмсаған. Ал Эдинбург болса осы тектиттерден тізіп моншақ жасап, оны корольге сыйға тартқан көрінеді. Қазіргі таңда бұл тастардың құны жарты миллион теңге. Ал бүгінде Жаманшың кратері шетелдік туристердің ең көп келетін жерлерінің біріне айналған. Сонымен қатар Қазақстанның киелі жерлері географиясы картасына да енгізілген. Алайда оны туристік нысанға айналдыру, насихаттау, қорғау жұмыстары кенжелеп кейінге қалып отыр. Оқушылар сарайының жас астрономдары осы олқылықтың орнын толтыруға өзінің үлестерін қосқан, барын салған. Сондықтан да оларға алғысымызды білдіреміз. Алдағы уақытта Жаманшың кратері үкімет қарауына алынады деген жоспар бар, осындай дерек бар, мәлімет бар. Сондықтан да қазынамыз қорғалып, ондағы заттар ұрланбайды деп сенеміз. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Бүгінге айтарымыз осы. Білім саласының қызықты жаңалықтарынан құр қалмаңыз.